Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз математикалық сауаттылықтың есептерін шығаратын боламыз. Бізде 18-ші нұсқаның бірінші есебі. Асқар әрбір 3 минутта 8 шар үрлейді. Яғни берілген жазып алайық. 3 минутта 8 шар. Әрбір 10-шы шар жарылып жатса дейді. Әрбір 10-шы шар жарылады. 2 сағатта неше шар үрленіп болады? 2 сағатта қанша шар үрленетінін табуымыз керек. Ол үшін біз бірінші не істейміз? 2 сағатты минутқа айналдырып аламыз. Мына жерден бастап жазайын. Шешуі 2 сағат. Бізде қанша минут болады? 2-ні көбейтеміз 60-қа. Сонда 120 минут болады. Енді осы 120 минутты 3-ке бөлейік. 120-ны бөлеміз 3-ке. Сонда 40 шығады. Яғни 120 минутта 3 минуттан 40 бар екен. Сонда ол 8 шардан 40 рет үрлейді. Әр 3 минут сайын 8 шар ғой. Сол үшін 40-қа көбейтіп жатырмыз. 8-ге 40-ты көбейтіп жатырмыз. Сонда 320 болады. Ал енді бізге айтты, әр 10-шы шар жарылып жатыр деп. Демек, бұл жерде ары қарай 320-ны 10-ға бөлеміз. Қанша шығады? 32 шығады. Демек, бізде 32 шар жарылып қалды деген сөз. Демек, 320-дан 32-ні алып тастаймыз. Азайту 32. Тең болады 288 шар шығады екен. Сонда барлығы негізі ол 320 шар үрледі 2 сағат ішінде. Бірақ 288-і аман қалды. Қалған 32-сі жарылып кетті. Демек, жауабы Д болады екен. Сонда 2 сағатта Асқар 288 шар үрледі. 288. Ешқандай формуласы жоқ, тек логиканы қосып шығарып береміз. Келесі бізде екінші есеп. Екінші есепте 3 параллелепипед берілген, оның толық бетінің ауданын тауып, қайсы теңсіздік дұрыс екенін табуымыз керек. Бізде толық бетінің ауданы ST деп беріліп кеткен. Толық бетінің ауданы формуласын жазып алайық. 2 А көбейту В қосу В көбейту С қосу А көбейту С деген формуламен тауып аламыз. Бірінші параллелепипедті А деп тұр, СА деп белгілеп алайын. Сонда 2 жақша ішінде бізде барлық элементтерінің ұзындықтары беріліп тұр. Демек, 20 көбейту 10 қосу 10 көбейту 8 қосу 20 көбейту 8 тең 2. Бірінші жақшаның ішін есептейтін болсақ, 2-ке 10-ды көбейтсек 200 болады. 200-ге қосамыз 10-ды 8-ге көбейтсек 80 болады. Қосамыз 20-ны 8-ге көбейтсек 160 болады. Тең 2 көбейту, мынаның барлығын жақшаның ішіндегілерді қосып шығатын болсақ, 440 шығады. Ал 440-ті 2-ге көбейтсек 880 болады. Сонда бірінші параллелепипедтің толық бетінің ауданы 880. Келесі дәл осылай S, V деп екінші параллелепипедтің толық бетінің ауданын тауып аламыз. Формула бойынша 2 және барлық элементтер берілген 16 көбейту 12 қосу 12 көбейту 16 қосу 16 көбейту 16 тең болады 2 жақша ішінде 192 қосу тағы да 192 қосу, ал 16-ны 16-ға көбейтетін болсақ 256 шығады. Тең, енді 2-ні көбейтеміз, жақшаның ішіндегілерді қосатын болсақ 640 шығады. 640-ті 2-ге көбейтсек 1280 болады. Келесі дәл осылай S-ны, яғни 3-ші параллелепипедтің ауданын тауып аламыз. Сонда 2 жақша ішінде 9 көбейту 10 қосу 10 көбейту 22 қосу 9 көбейту 22 тең 2 көбейту жақшаның ішін орнаймыз. 90 шығады. 90 қосу 220 қосу 198 тең 2 көбейту жақшаның ішіндегілерді қосатын болсақ 508
Ал оны 2-ге көбейтетін болсақ, 1016 шығады. Ал енді салыстыруды орындаймыз. Ең үлкені SV болып тұр. Сонда SV-ны бірінші жазамыз. Ал ортаншы, яғни одан кейінгі үлкені SC болып тұр, иә? Ал ең кішісі SA. Осылай жазып алдық. Рет-ретмен енді SV үлкен SC-дан, ал SC үлкен SA-дан деген осындай теңсіздік бізде дұрыс болады екен. Сонда жауапқа қарайтын болсақ, В нұсқасы дұрыс деген сөз. Біз бұл жерде формуланы білсек болды, иә? Формуланы білсек болды. Қалғанның барлығы берілген, орындарына қойып есептей саламыз. Бізге калькулятор беріледі ғой, калькулятормен есептей салсаңыздар болады. Ең бастысы параллелепипедтің толық бетінің ауданының формуласын жаттап алуыңыз қажет бұндай есептерде. Келесі бізде үшінші есеп. Үшінші есепте белгілі бір ережеге сәйкес құрылған сан тізбегіндегі сұрақ белгісінің орындағы сандарды табыңыз дейді. Үшінші есеп, берілген жазып алайық. Қандай сандар берілген екен? 12, 16, 14, 18, 16, 20. Мына жерде сұрақ белгісі тұр. Одан кейінгі сан 22, одан кейінгі сан 20, одан кейін тағы да сұрақ белгісі тұр екен. Демек, біз екі санды табуымыз керек. Екі сұрақ белгісінің орнында тұрған сандар қандай екенін табуымыз керек. Біз қарайтын болсақ, белгілі бір заңдылықпен орналасып тұр. Қосу дегенді алайық. 12-ге 4-ті қосқан, 16 шыққан, 16-ға 4-ті қосқан, 20 шығу керек еді. Демек, ары қарай ондай заңдылық емес. Қарайтын болсақ, 12-ге 4-ті қосқан, жоғарысына жазып кетем. Келесінде 2-ні азайтқан. Сонда 14 шығады екен. Тағы да 4-ті қосайық, 18 шығады екен, ал 2-ні азайтайық, 16 шығады екен. 4-ті қоссақ, 20 шығады екен, 2-ні азайтайық. Қанша болады екен? 18. Дәл осылай 18-ге 4-ті қосқан, 22 шыққан, 22-ден 2-ні азайтқан, 20 шыққан, 20-ға 4-ті қосқан, 24 шыққан. Сонда жауабы бізде сұрақ белгісінің орындағы сандар 18 және 24 деген сандар екен. Сонда жауапқа қарайтын болсақ, Д деген жауап болады екен. 18, 24. 18 және 24 деген сандар екен сұрақ белгісінің орнында. Бұл жерде біз логикамен қандай заңдылық бар екенін табуымыз керек. Бірақ барлық есепте тек осындай заңдылық болады деген сөз емес. Әртүрлі есепте әртүрлі заңдылықтар кездеседі. Келесі бізде төртінші есеп. Төртінші есепте матаның 8-ден 5 бөлігі, одан кейін қалған бөліктің жартысы сатылды дейді. Яғни, бірінші 8-ден 5 бөлігі сатылды. Қысқартып жазам, сатылды. Және одан кейін қалған бөліктің тең жартысы, яғни жартысы сатылды. Осыдан кейін қалғаны 15 метр мата. Қалғаны 15 метр мата. Сонда 15 метр мата қалған болса, осының тең жартысы сатылып деп еді ғой. Демек, сатылғаны тағы да 15 метр мата сатылған. Енді бізде жалпы 1 деп аламыз, 1 деп аламыз да 8-ден 5 бөлікті азайтып тастайық. Сонда 8-ден 5 бөлігі сатылған кезде қанша бөлігі қалды дегенді табуымыз керек. Маған 8-ден береміз. Бөлімінде 8, алымында 8-ден азайтамыз 5-ті. Сонда 8-ден 3. Демек, 8-ден 5 бөлігі сатылған кезде 8-ден 3 бөлігі қалған екен. Біз соны тауып алдық. Енді ары қарай ол 8-ден 3 бөлік деген қанша метр мата? 15-ке 15-ті қосамыз. Міне, мына екеуі 30 метр болады. Демек 8-ден 3 деген ол 30 метр мата. Осы жерден теңдеу құрап алсақ болады. Мына жерге жазайын. 8-ден 3 көбейту x тең болады 30-ға деген теңдеуді құраймыз. Сонда 3x тең болады 30 көбейту 8-ге. Сонда 3x тең болады 240-қа. X тең болады 240 бөлу 3-ге. Сонда x тең болады 80-ге. Сонда жауабы 80 метр екен. Жауап нұсқасына қарайтын болсақ, жауабы Д нұсқасы болады екен. 80 метр. 80 метр мата. Бастапқыда сонда 80 метр мата болған екен. Келесі бізде 5-ші есеп. 5-ші есепте 3 күнде туристер барлығы 60 километр жол жүрді. Яғни S бізде 60 километрге тең екен. 60 километр
әр күні жүрген жолдары сәйкесінше 5, 4, 3 қатынасындай болса, олар әр күні неше километр жол жүрген. Бізде қатынас берілсе, бірден теңдеу құраймыз, я? Демек, бұл жерде біз 5x қосу 4x қосу 3x тең 60 деген теңдеуді құраймыз. Енді x-тарды қосып шығамыз. 5-ке 4 9, оған 3 қоссақ 12, я? Демек, 12x тең болады екен 60-қа. Осы жерде x-ті табатын болсақ, 60-ты бөлеміз 12-ге. Сонда x тең болады 5-ке. Ал енді жеке-жеке 5x, 4x, 3x тауып алайық. 5x, 5 көбейту 5 тең 25 километр. 4x тең 5 көбейту 4 бізде 20 километр. Келесі 3x тең болады 5 көбейту 3 тең болады 15 километр. Енді барлығын қосып тексерсек болады. 25-ке 20-ны қоссақ 45, оған тағы да 15-ті қоссақ 60. Сонда барлығы 60 километр жол шықты. Демек, біздің жауабымыз дұрыс деген сөз. Енді жауап нұсқасына қараймыз. 25, 20, 15 деген Д нұсқасы екен, е? Сонда жауабы Д деп белгілейміз. Осымен 5-ші есеп аяқталды. Келесі бізде 6-шы есеп. 6-шы есепте саяхатқа шығу үшін әр саяхатшыдан 100 теңгеден жинаса, онда барлық шығынға 300 теңге жетпей қалады. Ал егер 150 теңгеден жинаса, 450 теңге артылып қалар еді. Саяхатқа қанша адам шығады? Яғни біз адам санын x деп аламыз. Себебі біз білмейміз адам саны қанша екен. Адам саны x. Ал енді бізге айтты. X адам 100 теңгеден жинаса, яғни 100-ді көбейтсек x-қа 300 теңге жетпей қалатын еді. Яғни 300 теңге қосу керек болып қалатын еді дейді. Ал 150 теңгеден жинаса дейді. 150 теңгеден жинаса x адам 450 теңге артық қалатын еді. Демек 450 теңгені алып тастаймыз. Ал енді екеуінің шығындары бірдей. Демек екеуін бір-біріне теңестіреміз. Сонда x-тарды бір бетке жинайтын болсақ, мына жаққа 450-ді теңдіктің мына бетіне өткіземіз. 300 қосу 450 тең болады. Теңдіктің келесі бетінде 150x азайту 100x. Ал енді қосатын болсақ 750 тең болады. 150x-тан 100x азайтсақ 50x. Енді осы жерде 50x тең 750 деп жазып алсақ болады. Осы жерде x-ті табатын болсақ 750-ді бөлеміз 50-ге. Сонда x тең болады 15-ке. Енді жауап нұсқасына қараймыз. Жауап нұсқасында 15 деген сан с нұсқасында тұр екен, е? Сонда жауабы с 15. Сонда саяхатқа барлығы 15 адам шығады екен. Келесі 7-ші есеп. 7-ші есепте цифрлары қайталанбайтын қанша 6 таңбалы сан құрауға болады. Берілген сандар 0, 1, 2, 5, 7, 9. Барлығы қанша сан бар екен? 6 сан бар, е? Демек 6 факториал тең болады 6 көбейту 5 көбейту 4 көбейту 3 көбейту 2 көбейту 1 тең болады 720-ға. Бірақ бізде 0 деп басталатын сан жоқ. Демек біз 5 факториалды азайтып тастауымыз керек. 5 факториал деген 5 көбейту 4 көбейту 3 көбейту 2 көбейту 1. Яғни 120-ға тең. Демек 720-дан азайтамыз 120-ны тең болады 600. Сонда мына берілген цифрлардан 600 түрлі 6 таңбалы сан жазуға болады екен. Жауабына қарайтын болсақ, В нұсқасы 600. Келесі 8-ші есеп. 8-ші есеп берілген жазып алайық. X қосу 1 бөлінген x тең 5 деп алып, x квадрат қосу 1 бөлінген x квадрат өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Біз мынаны аламыз. X қосу
x'тан 1-ді квадраттаймыз. Ол тең 25-ке дейміз. Неге? Екі жағында квадраттап жатырмыз. Міне, мына жағында квадраттадық, 5-ті де квадраттадық. 5-ті квадраттадық 25 шықты. Ал мынаны квадраттадық, жақшаға алып квадраттадық. Енді біз бұны қысқаша көбейту формуласы бойынша ашатын болсақ, x квадрат қосу, мына жерде 2 көбейту x көбейту 1 бөлінген x қосу 1 бөлінген x-тің квадраты тең 25-ке. Ал енді мына жерде ықшамдайтын болсақ, x пен x-іміз қысқарады. Сонда бізде не қалады екен? X квадрат қосу 2 қосу 1 бөлінген x квадрат тең 25 деген қалады. Енді осы жерде x-тарды осы бетте қалдырамыз. X квадрат қосу 1 бөлінген x квадратты осы бетте қалады. Келесі бетке 2-ні өткізейік, 25 азайту 2. Сонда x квадрат қосу 1 бөлінген x квадрат тең болады екен 23-ке. Сонда жауап нұсқасына қарайтын болсақ, 23 деген сан бізде d жауабында тұр. Демек d 23-ке тең болады екен. Келесі 9-шы есеп. 9-шы есепте қандай натурал санды 4 пайызға арттырғанда 1-ге артады дейді. Демек 1,04 көбейту x деген біздің белгісіз санымыз. X қосу 1-ге тең дейді. Демек осы жерде 1,04 x-тан азайтамыз. Алдында 1 бар деген сөз ғой. 1x-ті тең 1-ге. Мына жерде азайтқанда 0,104 x шығады. Ол тең 1-ге. Осы жерде x-ті табу үшін 1-ді бөлеміз 0,104-ке. Сонда x-іміз тең болады 25-ке. Сонда жауабы 25 деген санды 4 пайызға арттырғанда ол 1-ге ғана артады екен. Сонда жауап нұсқасына қарайтын болсақ, А нұсқасы. Яғни 25 деген сан екен. Келесі 10-шы есеп. 10-шы есепте кестеге берілген. Кестеге қарап жазып алайық. Айгүл қанша терген? Айгүл қарайтын болсақ 20-ның тең жартысы болып тұр. Демек 10 құлпын терген. Келесі Дархандікі 20-ның үстінде, бірақ 20 мен 40-тың дәл ортасына жетпей тұр. 20 мен 40-тың арасындағы 4-тен 1 бөлік болып тұр. Демек 20-дан кішкене асып тұр, 25 терген. Ал Бекзаттікі Айгүлдікі 10. Бекзаттікі Айгүлдікінен көп, бірақ 20-ға жетпейді. Демек Бекзат қанша терген? 15 терген екен. Енді барлығын тауып алайық. Барлығы қанша терілген? Ол үшін барлығын қосамыз. 10 қосу 25 қосу 15 тең болады 50-ге. Сонда барлығы 50 құлпынай терілген. Енді бізге сұрақ, Айгүл барлық терілген құлпынайдың қанша бөлігін тергенін анықтаңыз. Барлығы 50, ал Айгүлдікі қанша? 10 болып тұр. Біз осы бөлшекті қысқартамыз. 10-ға қысқартсақ 1, 5 болады. 5-тен 1 деген сөз. Демек, Айгүл барлық терілген құлпынайдың 5-тен 1 бөлігін ғана терген екен. Жауабы С нұсқасы. 5-тен 1 бөлігін терген. 5-тен 1 бөлігін терген екен. Осымен 10-шы есеп аяқталды.